естеріңізге түсіре алсаңыздар. 2007, 2008, 2009 2 жыл бойы. Енді алдағы осы 2028-дің мына жаз айына дейін аралыққа тағы да сол кезеңдегі бір тақырыптарда оқиғалар келуі мүмкін. Тура сол кезеңдегі болмаса да, сол тақырыптар негізінде, себебі бұл бір циклды түрде келіп айналып отырады. Әр 18 жарым, былайша айтқанда 20 жылдың ортасында. Бұл 2007, 2008, 2009 жылдары болған, 2 жылға созылған. Дәл қазірде сол нүктеге келіп тұр. Арыстан белгісінде күн тұтылуы өте мықты. Және бұл барлық адамға қатысты, тек арыстандарға емес. Барлық адамда 12 белгі бар. 12 белгі әртүрлі тұсымызға жауап береді, күніміз тұрған жерден бөлек. Қалған 11 белгі қай саламызға жауап беріп тұр, сол жерде арыстан белгісі қай жерге жауап береді, мен сол салада күн тұтылуы болады. Ол үшін жеке прогнозға жазылсаңыздар болады. Хэштегтер тұратын жерге WhatsApp нөмірін жазып қоямын, және осы YouTube-тың профиліне кіріп көрсеңіздер болады, WhatsApp нөмір. 1 жылдық осы уақыттан келесі жылдың осы уақытына дейін астро болжамаласаңыздар болады, және махаббат сәйкестігін көруге болады. Балаларыңыздың өмір жолы, кармасы, мамандығын көруге болады. Бұл арыстан белгісінде болғандықтан бүкіл арыстандар, соның ішінде де 7 менен 17 август аралығындағы туылған арыстандар, август, мына сентябрь, октябрь айына дейін осы күн тұтылуын байқайтын боласыздар сіздер. Сіздерде бір күш 2 еселенеді. Бір бастарыңызға бір тәж кигізгендей боласыздар. Сіздерде бір күннің қайтадан бір туылуы болғандай болады, себебі күн тұтылуы болады. Бір старттар кезең 2 жылға созылады. 2028-ның тіпті август айына дейін. Осы уақыттан басталған сіздер 2 жылға созылады. Үлкен қорытынды көресіздер, үлкен сәттіліктер келеді. Немесе бір одақтар құрасыздар, некеге тұрасыздар, тұрмысқа шығасыздар, немесе тіпті кейбір адамдарда ажырасу болады. Соның өзімен деп өмірлеріңізге үлкен өзгерістер келуі мүмкін. Себебі қалай аспекті құрғанына байланысты. Бір өздеріңіздің күштеріңізден сезінесіздер, сенімділік бітеді, немесе бір аурулардан жазылу болады. Немесе бір өз брендіңізді қалыптастырасыз, бір халықтың алдына шығасыз, немесе бір жарқырайсыз бір кәсіпте. Немесе сіздерге бір сәттіліктер келе бастайды, бір өзгелер сіздерге бір көпшік қойып, кеңістік әлемнің өзі сіздерді бір алға қарай шығарады. Міне 7 мен 17 август аралығындағы туылған арыстандар. Осы күн тұтылуы сіздерге нақты әсер ететін адамдарды айтып жатырмын. Бірақ келесі себебі күн тұтылуы мен ай тұтылуы 2 жылға созылады. Осы арыстан мен суығыш тақырыбы бойынша болады. Арыстанға қарсы бет суығыш қой. Осы ось бойынша болады. Біртіндеп осы 12 тамызда 7 мен 17 август аралығында туылған арыстандар мен тура осы қарсы беттегі суығыштарға әсер ете бастайды. Одан соң ертең мына 2027 февралінде тағы да суығыш белгісінде ай күн тұтылулар болады. Ол тағы белгілер тағы да бір басқа күні туылған мына арыстан мен суығыштарға әсер етеді. 2 жыл бойы бүкіл арыстан мен суығышқа әсер етіп, барлығына біреуі қалмайды. Сіздерге түсінікті болсын деп айтып жатырмын. Ал қазір барлық арыстандарға да әсер етеді, суығыштарға да әсер етеді, барлық басқа белгілерге де әсер етеді. Себебі жаңа айттым, мысалы мен сіздердің ғаламшарларыңыз, 12 ғаламшар бар, қай жерде орналасқан білмеймін ғой. Сол аспектті құруы мүмкін. Ал енді нақты 100% әсер ететін күн бойынша айтылып жатқан ол міне 7 мен 17 август аралығындағы туылған арыстандар. Бір күштеріңізді енетін, өздеріңіздің сезінетін, немесе үлкен бір өмірлеріңізде бір оқиғалардың бастамасы болады, 2 жылға созылатын сіздерде. Және 3 мен 13 февраль аралығындағы туылған суығыштар, және барлық суығыштар. Себебі тура сіздердің қарсы беттеріңізде, күндеріңізге тура қарсы бетте күн тұтылуы болып жатыр. Қасыңыздағы адам, өмірлік жолдасыңыз, серігіңіз, махаббатыңыз, немесе балаларыңыз, немесе басшыңыз, әйтеуір сіздің қасыңыздағы қарсы беттегі адамдар. Солардың өмірінде оқиғалар арқылы сіздің өміріңіз өзгеріске түседі дейді. Сізге немесе ұсыныс келеді, немесе сізге бір шақыру болады, немесе тіпті кейбір соғыштар үйленесіздер, тұрмысқа шығасыздар, бір жұмысқа тұрулар, бір жұмысты жабулар, бір некеден шығу, бір некеге тұру. Осындай кезеңдер болады, себебі қарсы бетіңіз.
менің жауым, менің сүйгенім, менің клиенттерім, өзгелер деген қарсы бетте. Оқиғалардың бастамасы 2 жылға созылады. Себебі арыстан мен сойғыш белгісінде күн айтылуы 2 жылға созылады. Осы уақытта бір старттар әрі бір ескі дүниелерді қорытындылау арқылы болады. Және бұл тоқты мен мергендер сіздерге өте мықты әсер етеді. Себебі бұл от белгісі арыстан белгісінде күн тұтылуы болып тұр. Сіздерге үшбұрыш жағымды аспекті құрады астрология тілі бойынша. Бұл қиындықсыз келетін сәттіліктер аспектісі. Егер бір кішкене қимыл жасасаңыздар, оңынан шешіледі сіздерде. Кез келген бір жұмысқа әрекет жасасаңыз да, немесе бір бала жоспарлауға әрекет жасасаңыз да, немесе үй жер сатып алуға әрекет жасасаңыз да, немесе бір оқуға түсу, тест экзаменін өту, сот заң істері болса да, әйтеуір сіздерге үшбұрыш жағымды аспекті құрады. Барлық тоқты мен мергендер. Және соның ішінде де 4 мен 14 сәуір аралығындағы туылған тоқтылар, және 6 мен 16 мына желтоқсан аралығындағы туылған мергендер. Сіздер бір жаңағы бір емделуге барсаңыздар, оңынан шешілуі мүмкін. Маңызды адамыңызды кездестіруіңіз мүмкін. Және адамдардан бір ұсыныс келуі мүмкін. Әрі бір бұрынғы бір махаббат адамдарыңызбен қарым-қатынастарыңыз орнына келтіргіңіз келсе, екінші шанстар берілуі мүмкін осы аралықтарда. Әйтеуір жағымды аспекті құрады. Жұмысқа тұруға да, некеге тұруға да, бала жоспарлауға да, сатып алулар жасауға да, құжат тапсыруға да. Бірақ тоқтылар, Сатурн ғаламшары сіздерде тұр қазір. Бүкіл тоқтылар. Сатурн дегенде мойынға бір жауапкершілікті арту ғаламшары сіздерде тұр. Бір сізді бақылауда жасайтын адамдар бар. Жанұяңызда, семьяңызда қатаң, мынаны жасайық, неге отырмыз дегенде, немесе өзіңіз сондай жан болуыңыз керек. Бір мойныңызға жауапкершілік артылу керек. Себебі Сатурн 2,5 жыл бойы сіздерде тұр. Бір мойныңызға бір жауапкершілік алу. Кішкене бір сонда сезінулеріңіз мүмкін. Бірақ сіздерге бір жолдар ашылады осы 12 тамыздан кейін. 13-14-нен бастап сезіне бастайсыздар. Бір өмірлеріңізді бір өзгертуге, бір циклды жаңартуға, өміріңізге бір жаңалықты алып келу үшін үлкен бір қорытындылар көру кезеңдеріңіз болады дейді сіздерде. Және сәттілік ғаламшары Юпитер де сол жерде тұр. Кеңейіп өсу аспектісі. Және енді трансформация кімдерге болады бұл? Торпақ пен сашаяндарға болады. Соның ішінде де 5 мен 15 май аралығындағы туылған торпақтар және 7 мен 17 ноябрь аралығындағы туылған сашаяндар. Сіздер бір көзқарастарыңызды өзгертулеріңіз мүмкін, немесе бір басқа жолға түсулеріңіз мүмкін, бірден бір ойларыңызды өзгертулеріңіз мүмкін, немесе бір сіздерді бір қолдамайтын адамдар болып, соған көзіңіз жетуі мүмкін, немесе бір құжаттарыңыз қабылданбай кері қайтарылуы мүмкін деген секілді, әйтеуір бір ойларыңызды өзгертесіздер, немесе жолдарыңызды өзгертесіздер. Сіздерде бір трансформация болады. Бірақ соның өзі сіздерге жағымды әсер етеді болашақта, дамуға. Әрі бұл тікелей бір сатып алу, ақша, қаржы және махаббатқа қатысты болады дейді. Мінекей, күн тұтылуы туралы кімдерге нақты әсер ететіні туралы қысқаша айтып өттім. Енді мен 12 белгіге бөлек салатын боламын күн бойынша. Себебі асцендент бойынша айтылмайды ол жерде. Себебі асцендентті анықтау ол жеке прогноз. Мысалы, сіздің күніңіз арыстанда болғанмен асцендентіңіз бикеште болуы мүмкін, егізде болуы мүмкін. Мен күн бойынша айтам. Соның өзі де фонды түрде қандай оқиға келетінін түсіндіретін болады сіздерге. Мықты күн тұтылуы болсын, сау болыңыздар. Жеке жазылымға жазылсаңыздар болады.